Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге санаулы ғана ингредиенттерден тұратын өте дәмді салат жасап көрсетемін. Бұл салат тез жасалады, оңай және де балықты жақсы көретін адамдарға арналады, себебі құрамында майдағы шпрот балықтары бар. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Салатқа бізге осындай суға піскен күріш қажет. 3 жұмыртқа қажет, кішілеу бір пияз, шпрот балықтары және де майонез қажет. Бұл салатты үйдегі адам санына байланысты мен осындай үлкендеу тәліңкеге жасаймын, кішілеу тәліңкеге де жасауға болады. Ең алдымен балықтарымызды ашып, осылай тәліңкеге салып аламыз. Одан кейін шаңышқымен балықтарымызды езіп, осылай жайып шығамыз. Осылай тәліңкеміздің барлық жеріне жайып шығамыз. Одан кейін кішілеу бір пиязымызды ұсақтау қылып турап, күрішке қосамыз. Енді қалауларыңызша күрішке сәл тұз қосамыз. Және де күрішке сәл майонез қосып араластырамыз. Күрішке майонезді көп қоспаймыз, сәл ғана қосамыз, себебі қазір бетіне тағы да қосатын боламыз. Енді осы күрішті шпроттың бетіне қойып шығамыз. Тура осылай барлық жеріне салып, тегістеп шығамыз. Енді күріштің бетіне тағы да біраз майонез қосамыз. Енді күріштің бетіне жұмыртқаны үкіштен өткізіп саламыз. Бір жұмыртқаның ортасындағы сарысын алып қаламыз. Жұмыртқаның бетіне де аздап майонез жағамыз. Майонезді жақсылап жағып аламыз да, жұмыртқаның сарысын бетіне үкіштен өткізіп себеміз. Сонда бізде осындай әдемі салат дайын болады. Осындай тез жасалатын, оңай әрі дәмді салат сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар. Апта сайын жаңа рецепттер күтіңіздер.